Мына жағдайларда ораза бұзылмайды. Аузына қақырық келіп, оны жұту. Екінші, түкірік немесе мұрынды тарту арқылы бір нәрсе тамаққа өту, бұл оразаны бұзбайды. Үшіншіден, құлаққа су кіру немесе бұлыға ағу, бұл оразаны бұзбайды. Төртінші, темекі түтіні немесе топырақ, шаң, ұнның тозаны, қардың ұшқыны, жауынның тамшылары тамаққа еріксіз кіретін болса, бұл оразаны бұзбайды. Алайда біз әдейі кіргізетін болсақ, ол оразаны бұзады. Мысалы, тіптен түтінді біз әдейі өзіміз иіскеп ішке қарай жіберетін болсақ, ол да оразаны бұзады. Ол нәрседен сақ болуымыз керек. Бесінші, душқа жуыну, теңізге, көлге түсу оразаны бұзбайды. Бірақ су жұтып қоюдан біз не істеуіміз керек? Сақтануымыз керек. Қазіргі айтылған осы 5 жағдай оразаны бұзбайды. Және де осындай пайдалы ақпараттар алғыңыз келетін болса, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.